Tыңдаңыздар. Құз төресі бүркіт жан-жануарлар арасында өтетін қазақша күрес сайыста шақырады. Сайыста жеңіп шыққан балуанға арнаған арнайы сыйлық бар. Мемлекеттер жиналатын бұл сайыста қазақ даласының түкпір-түкпірінен келген балуандар күш сынасады. Қанекей кім күштеген? Тыңдаңыздар. Құз төресі бүркіт жан-жануарлар арасында өтетін қазақша күрес сайыста шақырады. Тыңдаңыздар. Құз төресі бүркіт жан-жануарлар арасында өтетін қазақша күрес сайыста шақырады. Сайыста жеңіп шыққан балуанға арнаған арнайы сыйлық бар. Күштілер мен ектілер жиналатын бұл сайыста қазақ даласының түкпір-түкпірінен келген балуандар күш сынасады. Қанекей кім күштеген? Бұл жарыста жеңіске жету оңай емес. Саған көп жаттығу қажет, балам. Қазірден бастап дайындыққа кірісейік. Мен дайынмын. Төзімді бол. Бұл да балуанға аса қажетті қасиеттің бірі. Жарты жолда жігеріңді жасытып алсаң, жеңіске жету қиын болады, ұқтың ба? Ұқтым. Ал енді мына қапты тастарға толтырып әкел. Ата, қапшық толы тастың күреске не қатысы бар? Керек тастың ауырлығы жоқ деген балам. Не ғұрлым жаттығуда қиын болса, сайыста оңай болады. Алдыңда сенен салмағы басым, қарсыласың тұр деп есепте. Өзіңнен күші басым қарсыласыңды әдіс айламен ғана алуға болады. Мысалы, анда қарашы. Міне, екеуінің күші тең емес. Алайда кішкентай Дәуіттің әрекеті үлкен жыланның бетін қайтарды. Түсіндім, ата. Сен сайысқа дайын болдың. Қой болсақ та момынды, күдірейтіп жонымды, сөз сөйлесем қонымды, шешіп алмас тонымды, азулыға алдыртпай, қарсыртқарды салдыртпай. Қазақтың ұлттық тағамы қымызды сүйсіне ішіп отыр. Әсіресе Африкадан келген мүйіз тұмсық кесеге қайта-қайта қол созуда. Ас болсын, мырзалар. Oh yes, комаз, very good. Арқар мүйіз қайрап ап қасқырға шабыр мекен біз. Бұл жарысқа қазақ даласының түкпір-түкпірінен келген ең мықты балуандар қатысып отыр. Осы күрес сайысын біз жеңімпаз балуанның атымен атауды ұйғардық. Күш атасын танымас деген. Бәріңізге де жеңіс жолында сәттілік тілейміз. Мүйіз тұмсық қымызға елтіп, тұмсығымен жерсізі түреліп қалыпты ғой. Обалай! Алғашқа жұп, қасқыр мен қоян. Қасқыр қасқырлығын істеп менсінбей тұрған сияқты. Төреші дуадақтың да басы дуылдақтыр. Жарайсың қоян. Қорқа батыр болды деген міне осы. Ортаға екінші жұп шақырылды. Арқар мен борсық. Арқар бірден шабуылға шығып, борсықты тықсырып барады. Қойды дей мынау. Бәрекелді. Борсық балуан арқардың аяғын аспанмен келтірді. Үшінші жұп, аюдай ақырған аю. Қабандай күркіреген қабанмен күрескелі жатыр. Аю балуан әлегенді аты бұрып жеңіске жетті. Қандай ғажап.
4-ші жұпқа кезек келді. Тау батыры Барыс пен Қызылқұмнан келген Келес балуан. Міне бел ұстасты, Барыс шалыс қимылмен Келесті атып ұрды. Я, Келеске жеңіс елес боп қалғандай. Жартылай финалға қиналмай шыққандар. Қоян мен Аю, Борсық пен Барыс балуандар. Іске сәт. Міне көптен күткен ақтық сайыс келіп жатты. Орман алыбы Аю балуан мен Тау батыры Барыс балуан. Кім жеңеді? Бүкіл қазақ даласы көз тігіп отырған бұл сайыста қай балуанның күші басым болар екен. Жайқын күш иесі Аюдың темірдей құрсауынан Барыс ептілігінің арқасында тағы да сытылып шықты. Аю қалай лақтырса да Барыс аяғынан тік түсуде. Қандай ептілік, қандай төзімділік. Барыстың жеңіске деген жігеріне таңданбас амал жоқ. Мұндайда әдіс-айла артық етпес еді. Өзіңнен күші басым қарсыласыңды әдіс-айламен ғана алуға болады. Барыс емін Тау Аюды алып ұрды. Таза жеңіс, ғажақ. Міне жеңімпаз да анықталды. Барыс балуанның құрметіне бұл сайысымыз ендігі жерде Қазақстан барысы деген атпен өтетін болады. Құттықтаймыз. Жарайсың балам. Сен қазақша күрестің мәртебесін тағы да бір көтеріп тастадың. Ұлттық күресіміздің абыройын асқақтата бер.